Түркияда медицина мәселесі қалай дамыған? Сол жаққа барып емделіп жатқан қазақстандықтарда хисап жоқ та. Енді біздер ойлайтын шығарсыздар, мынау түріктерге бір жау болып алған ба деп, мен басымнан өткен нәрселерді айтып жатырмын да, сіздер ұрынып қалмасын деген ниетпен де. Өзіміздің мысалы қазақ елінде де, Қазақстанда да мысалы өзіміздің жақсы врачтар бар да, жетерлік. Мен анашымды 2021 жылы Түркияға емдетуге апарам. Анамның диагнозы лимфома неходжкинская деген, В-клеточный Т-образный деген. Ұзын сөздің қысқасы онкология ауру ғой, жаман ауру. Сонымен Сатчан деген жігіт күтіп алатын болады. Сол түріктердің қолшоқпары болып жүрген, қазақтардың жұлдыздардың барлығын емдеп жүрген, жұлдызсымақтарды емдеп жүрген, ортада делдалдық жасап жүрген Сатчан деген жігіт күтіп алмақ болады мені. Бір белгісіз бір себептермен бір гостиницаға алып келеді, адам тұра алмайтын гостиницаға. Сонымен ол апарған врачтар ұнамайды. Сонымен не керек? Толыққан дұрыс болмайды ғой ол жігіттің. Medical Park Oncology деген ауруханаға апарамыз. Онкологияда бізде сол жердегі істеп жатқан қазақ жігіттер де бар екен да. Бұл ауруды дейді, тұмауды жазғанда емдейміз дейді ғой, жаңа түріктер айтады да. Тұмауды қайтып жазады адам, онкологияны сөйтіп жазамыз дейді ғой. Ақшамыздың бәрін, ақшамыз бар екен білет та, кімнің ақшасы бар екен білсе олар, қоймайды да, ол соңғы тиынын копейка қалғанға жиналады. Бірақ біздің қазақстандық врачтар айтқан, қал жерге апарсаң да бұл ауру ұзаққа бармайды деген да. Ол сөзді көтере алмаймыз ғой біз негізінде. Біз басқа бір жақсы нәрсе естігіміз келеді да. Сөйтіп, содан үмітті көбірек күтіп қалдық та түріктерден. Сөйтсек, сол жерде істейтін Сүлейман деген бір қазақтың жігіті істейді екен. Солардың қолшоқпары олды. Сонда соның сөзін сөйлеп тұр ғой, бұлар қорқпайды, бұлар дейді. Кейіннен ойлаймын да, бұлар қорқпайды емес, ол түріктерге бәрібір екен да ол. Адамның тағдырымен ойнайды да, түсініп жатсыздар ма? Адамның тағдырымен ойнау түбі жақсылық қалып келмейді да. Анамды жатқызамыз, сонда өз аяғымен келген анам 1,5 айда состояниесі, критический состояниемен комаға түскен халде алып қайттым елге да. Сонда барлық нәрсесі ақшада. Жүгіріп қарап жүргендей көрінеді ол сіздерге бар ғой, бірақ ақшада барлығы. Ойбай, бұл жаны ашып жатыр екен ғой дейсің. Баратта МРТ-ға түсіреді. Аяғым, мысалы, онкологиясы көкірек тұсында өкпеде да, бірақ аяғын түсіру керек, аяғын түсірмесе мына жағын көрмейді да, түсініп жатсыз ба? Емдейтін жағын емдесе бірінші десең, онда көрмейміз дейді. Сөйтіп, мақыл онда түсір десең, түсіреді. Сөйтеді де МРТ-ға түсіреді де, мен өзім МРТ Қазақстанда МРТ-ға түсіріп апарғам ғой. Сөйтсем, ол МРТ анық емес дейді да, өздерінің МРТ-сына түсіреді ғой. Ол МРТ 350 мың теңге екен. Біздегі 20 мыңдық МРТ-лар, 15 мыңдық МРТ 350 мың теңге. МРТ-дан біз анық көре алмадық, сүйекті көруіміз керек дейді да. Сүйектің тіндерін көруіміз керек дейді да, КТ-ға түсіреді. КТ-ң 300 мың теңге. Енді біз сүйектерін деформацияға ұшыраған екен, рентген керек дейді да, 250 мың теңгеге рентгенге түсіреді. Ауырып жатса анализ ала береді, анализ алып кейінен мынандай қағаз шығарып берді. Қандай қағаз ол? Әрбір алған анализіне, апарғанына, жатқызғанына, тұрғанына, ішкеніне, жегеніне күніне 100 дәрі береді. Өтірік сіздерге өтірік, маған шын бір күнде анама 100 дәрі береді. Сөйтсем, ана дәрі. Сен ақша болып тұрсың да оған, түсініп жатсың ба? Ақша болып тұрсың, сенен ақша алып қалу керек та ол. Дәрі бере береді, дәрі бере береді. Ақшаңды соңғы копейкаңа қалғанша ұрады ғой, в общем. Соңында анам дәрі көтере алмай қалды да, дәріге реакция пайда болды да. Сөйтіп, әнім екеуміз қатты ойландық, сонымен әнім өзі сөйлесті. Әнім де врач болып істейді негізі жаңағы областнойда да. Сөйтіп, сұрап, осындай ашығын айтыңыз десе, жағдай ауыр деп сол кезде барып айтып жатыр дейді да. Енді мен онда ауыр болса мен алып кетейін енді десе, жібере алмаймыз дейді. Енді антителасы ол өз-өзін жеп жатыр деп айтады дейді да. Енді басында енді не үшін ол көріп тұр, біліп тұр, өзінің жағы
антителосы, антиденесін жеп атыр деп тұр ғой енді. Енді біздің қолымыздан сол енді келетін. Енді ары қарай жет. Бірақ ақшада бұл соңғы өліп қалғанына шейін ақша алады да сонда. Сөйтіп інім айтады, бұлардан мен қорқайын дедім дейді да. Бұлардан қорқайын дедім, Ерболат деп маған айтады. Сол жерде жүрген бір енді Құдай көрсеткен ғой, бір көкені көріп қалған ғой інім. Сөйтсе көке келіншегін әкелген екен. Апа қалай, жақсы ма десе, апаң жүріп кетті депті да. Ай, не болды апаға? Енді көні не дейді, оған да сонда 100 дәрі берген. Жақсы болады, жақсы болады. Өз аяғымен келген медикал онкологияға. Сөйтіп өз аяғымен келіп, осындай дәрежеге түсірген да, оны соңында реанимацияға түсірген. Ал реанимацияда, мен анам реанимацияға түсірді, анамды да, оны да реанимацияға түсірген. Реанимациядан өлімнің алдындағы жататын жерлер ғой, енді оларда дайындайтын жер ғой. Содан о жерде ақша жасауға мүмкіншілік көп екен да реанимацияда. Ананы әкеліп салады, тромбоцит аз ба, тромбоцит көтеретін нәрсені әкеліп салады, тромбомассаны салады, бүкіл нәрселердің бәрі не? Ақша, мынандай пакетиктері бар, ақша, пәлен деген жаңағы пакетик болады. 3 миллион, 5 миллион, 10 миллион деген сияқты. Сонда жаңағы кісі айтады ғой, енді келіншегімізден еш нәрсе жалко емес деп, ол да аямаған ғой ақшаны. Сөйтсе реанимациядан бірақ шыққан 100 миллион ақшам кетті дейді. Сол кісінің өзінің аузынан естікті, 100 миллион ақшам кетті дейді. Енді барып реанимациядан алайын десе бермейді, $2000 сұрап жатыр дейді. Алып шығуға біз енді өлген кезде үйттік қалып қойған ақшаларың бар, бермесең бермейміз деп айтады дейді. Сосын енді не істеймін дейді. Ай, енді баласына звондаса, баласы беріңіз депті. Сөйтіп самолетіне салдырып, самолетіне де ақша берген, оғанда, в общем, әжептерім ақша кеткен ғой. Ол жерде өлмеу керек екен да адам. Ол өлетін болсаң, бері қарай Қазақстанға келу қиын екен ол жақта. Ол больницасында өліп қалатын болсаң, сен денеңді алып аламайсың да, керек болатын болса, оның біз үйткеміз, біз үйткеміз деп мынандай қағаз шығарып береді, сіздің жағдайыңыз жоқ болатын болса. Өзіміздің елімізге жетпейді, қазақтар, бауырлар, тентіреп түріктерге бармай қойыңдар о жерге, ол жаны ашымайды о жердің больница, олардың ойлары ақша, ол медицина, туризм болып кеткен ол жерде. Бізге жаны ашиды дейміз ғой, мұсылман ғой бұлар деп, бірақ бізге олардың жаны ашымайды да, түсінесіз ба? Сонда сол жерде бір ақтаулық жігіт болды қасында. Сол жігітте енді анама күнде тамақ сонда әкеп беріп тұратын, ол да жаңағы қолмен тамақ істеп, жақсы тамақ істейтін да. Ол да айтады, әкемді Кореяға апардым дейді да. Соны кәрістер әкемді көрді да. Еліңізде алып қайтасаңшы дейді, бұл ұзақ жасамайды деп. Ал түріктерде ондай жоқ та. Кәрістер мұсылман емес, түріктер мұсылман да, қараңыз. Ай, сонда біз мұсылман деп сеніп жүрген түріктеріміз бізге жаны ашымай тұрса, басқа не болады сонда? Алып қайтасаңыз деген, Қазақстанда сол диагноз қойғанда, біз менсінбейміз ғой, Қазақстанның врачтарын менсінбейміз, айқай шығарамыз, шу шығарамыз, бірақ сол жаққа барсаңыздар сіздер, заты басқа сияқты болып көрінгенмен, аты басқа сияқты болғанмен, заты бір да, оның ішіндегілер бір да, түсініп отырсыз ба? Сол үшін өз еліміздің врачтарында бағалайық, баратын болсақ, Түркияға бармай қойсаңыздар емделуге. Ана әншілердің салып қойады, Айнұр Тұрсынбаева салып жатыр, кім? Жақан деген салып жатыр, тағы біраз Нұрболхан деген салып жатыр. Ол кісілер енді барып жеңіл жақтармен көрінген да, енді бірақ адамның тағдырымен ойнайтын жағына, онкология деген жақтарына барған кезде не стоит да, қажет емес, бауырлар, мен жаным ашып, содан айтып тұрмын да, мен анамды алып қайттым. Алып қайтқаннан кейін өлім халінде келді. Сөйтіп содан кейін түріктер сол самолетте қайтыс болып кетеді деп еді, одан кейін 1 ай өмір сүріп, анам о дүниелік болып кетті да. Елімде барып жан тапсырайын деп анам сөйтті ғой. Сол үшін сенбеңіздерші, мен жаным ашып тұр да, ол қазір барып атқан қанша ағайындар көп та. Өткенде бір көршім айтады, бір өзбекстандық біреу барды дейді. Сөйтіп жалғыз баласы екен, баласын басынан онкология болды деп, бүкіл жаңағы түріктер ойбай жазып береміз, тұмау демдегенде жазып береміз дегенде ақшасын алған. Сонымен реанимацияға түсірген. Реанимация не? Ақша жасайтын орын оларда. Сөйтіп ақшасын мынау
бүйтіп аяғыңнан көтеріп, екі аяғыңнан қағады ғой, соңғы тиының қалғанша жоқ болып қала ма? Көтіңнен бір тебеді, ол жерде бар ғой. Сен ауру болып тұрсаң да, онкология болып тұрсаң да, ақшасын бір күн төлемейсің ба, шығарып жібереді сені, керек емес деп. Ақша түспей қалған кезде басымыздан өтті, ақша түспей қалып, мына жақтан жаңа әкем саламай қалды да бір себептермен. Бір күн кеш, ертең, бір күн берем, ертең болмаса анаңды алып, анам реанимацияда жатыр ғой, қайт. Менің ешқандай бір проблема емес дейді ол. Сенің проблемаң ол дейді маған. Көрдіңіздер ма? Сол үшін түріктерге мен көңілім қалып қойды да, менің анамды өлтірген адам болып тұр ғой, жалпы бар ғой. Сол үшін мен басынан өткен айтып жатырмын да, ол жақсы медицинасы, жақсы адамдар бар, бірақ медицина туризм болған жерде бармай қойыңыздар, ол медицина туризм болған жерде пайда жоқ. Сізді ойыншыққа айналдырады да. Түсіндіңіз ба? Әлгінде сөйткен ғой, енді Өзбекті де сөйтіп айналдырып әкеп, соңында реанимацияға түсіргізгеннен кейін комаға кеткеннен кейін о дүниеге кеткен. Ал мен реанимацияға түсіріп команың алдында мен анамды алып шықтым, критический состояниемен. Ол ары қарай қинап барады да, мен сонда айтам да, мен до конца сонда өлімін күтем ба анамның деймін да, өлу керек па сонда сендерден алып кету үшін? Ақша бересің да өлгеннен кейін тағы да. Оның пайда жоқ болса мен қазір алып кете берейін деймін. Сонда сол самолеттан барлығынан алып өттік қой бері қарай енді. Өмір сүртті, бір ай өмір сүртті, бірақ. Міне, көрдіңіздер ма? Ол жағын ашымайды. Әлгі өзбек бауырымыздың, сіздерге айтайын, оның да 100 миллион ақшасы кеткен. Бай болған, кедей болып қалған бір баласы үшін әке шешесі бүкіл мүлкін тәрк еткен ғой. Үлкен үйлер бар екен. Оны сатқан, тағы да бір бизнестер оны сатқан, көлігін сатқан, сөйткенде не істеген? Баламнан аямайын деген, балаңды жас бересіз ба деген, оларға жас берем деген, сонымен не болған? Баласын, мәйітін алып қайтты да. Сен жазамайтын болсаң, емдеймайтын болсаң, атаң басын айтасың ба деймін да, онда үміт беріп, Құдайдың қолындағы нәрсе ғой, Алланың қолындағы нәрсеге үміт бермесең, сен адамның тағдырымен ойнамасаңдар, сендер болмайды ғой ол. Көңілім жібімей қалды мен ол түріктердің медицина саласына. Барлығына емес, қайталап айтайын, медицина саласына көңілім еш жібімей қалды.